Ассалаумағалейкум. Сіздерге бүгін балықтың фаршынан даярланатын фрикадельки ас мәзірін көрсетемін. Ең алдымен бисмиллах деп еті күштен үгілген 800 грамм етке балықтың татуына қарай 1,5-2 шай қасық тұз саламыз. Қара бұрыш жарты немесе 1 шай қасық, кориандр 3/1 бөлігі шай қасық саламыз да дәмдеуіштерімізді араластырамыз. Майонез 2 ас қасық және 1 жұмыртқаны жарып саламыз да тағы да жақсылап араластырамыз. Енді ас мәзіріміздің көкөністерін турап даярлаймыз. Бір кішкене ғана сәбізді, картопты, 2-3 түйір имбир және 1 түйір пияз пайдалансаңыздар болады. Біздің үйде таусылып қалғандықтан пиязсыз даярлай беруді жөн көрдім. Табаға шамамен 15-20 мл өсімдік майын құямыз да көкөністерімізді, имбирді, егер пияз болған жағдайда жарты сақина етіп турап қуырып аламыз. Көкөністеріміз қуырылғанша, жартылай дайын болғанша балықтың фаршынан фрикадельки даярлаймыз. Тағы да айта кететін жайт, асылған күрішті араластырсаңыздар болады. Домалақ етті фрикаделькиларымызды даярлаймыз. Егер артылған болса фрикадельки, тоңазытқыштың мұздатқышына салып сақтасаңыздар болады. Кішкене 1-2 ас қасық кетчуп қалған еді, соны шайқап құямын. Егер томат болса 1 ас қасық томатты салып қуырсаңыз және үстіне фрикаделькилардың ортасына дейін жететіндей су құйып табан бетін жабамыз. Табамыз қайнаған кезінде фрикаделькиларымызды аударамыз да бетін жауып 15-20 минутқа даяр болғанша қалдырамыз орташа отта. Қалған фрикаделькиларды тоңазытқышқа саламыз. Міне біздің асымыз дайын болды. Баршаңызға ас болсын. Ас мәзірі ұнаса, арнаға тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Даярлап көріңіздер. Ірі қара малдың етінен даярланған фрикаделькилардан кем түспейді балық етінен даярланған ас. Және комментарий бөліміне пікірлеріңізді қалдырып, лүпілдеріңізді аямаңыздар. Көп рахмет аспаз анадан. Сау болыңыздар.